Таңғы уақыт, жаңбыр, қараңғы. Ота күні ауа райы осындай болды. Палата әдемі. Операцияға дайындады қобалжыдым. Екеуміз жатамыз. Что это? Okay, we will give you some clothes and you will wear it. And after when you wear everything, press this nurse button and we will make IV line, okay? Алып кетті. Бір күн бұрын алдын эндоскопия, биопсия жасалды. Наркоз болмады, жай ұйықтатты. Осындай мини палаталары көп. Биопсиядан соң бірден тамақ береді. Тексеріліс кезінде өте көп аш жүргізіп қойды. Бұл жағынан да біраз сабырлы болу керек болды. Жан-жақтан шыңдалуымды қалады Раббым. Дархан да қолдау ретінде нәр татпай жүрді. Bu horror'un Тексерüyordur ya. Дәл поджелудокта ештеңе жоғын естіген күн. Ол ең қауіптісі еді. Сенбей тұрмын. Sen bitirsin ben de izlemeyi durmam. Allah'a şükür. Çıkım ağırmasın. Hayır. Үйдегілерге жіберу үшін түсіріп алған ғой. Мына шапканы Дарханға маған кигізсін деп берген негізі ол өзі киіп алыпты қателесіп. Қазір еске түсіп күліп отырмыз. Осы кісіге биопсиядан соң кірдік. Onu sonra söyleyecekler. Onlar өздері айтады потом оның не екенін, өйткені біз результатын күтуіміз керек. Қазір ше рак емес деп айтты. Тек рак емес деп айтты. Kanser değil yani sadece onu Опухоль рак емес. Tümör Yok yok. onda емес. Tamam. Yarın göreceğim. Bugün dinlensin. Belki yarın direnini alırız. Bugün demalınız. Mümkün drenajды bugün çıkartıp tastayımız. Ертең келеді қайтадан сізді қарап. Tamam. Hadi geçmiş olsun. Жазылып кетіңіз. Рахмет, рахмет. Бәрі таза. Маған күндеріңді ала қаратпасын. Сол үшін қуаныштымын. Енді легкийді тексеретін басқа дәрігерге жіберемін. Ол жақтан да биопсия алынуы керек деп шығарып салды. Ең ауыр диагноздармен жұмыс жасайтын кісі екен. Әлемнің түрлі елдерінде жүреді. Алла бұйыртқаны да осы екен. Дәл осы уақытта Түркияға келіпті. Кеудеден де алынды. Операция 2,5 сағатқа созылды. Кеудені бір жерден ғана тесті. Бұндай жеңілдетілген ота түрі тек Корея мен Түркияда бар екен. Басқа жерлерде кеудені қақ ортадан кеседі екен, жай анализ үшін. Елде солай жасаймыз деген маған. Хирург келіп легкийді да ештеңе жоғын айтты. Наркоздан соң өзіме келе алмай жатқан кез. Қазір ойласам есімде де жоқ. Şimdi görüşeceğiz Тамақ берген жатырмын. Көңіл күй құбылмалы, бойда әлсіздік, миым ештеңені қабылдап тұрған жоқ. Үйге ғана қайтуға асығып жатырмын. Бірнеше күн жату керек.